Алланы алдау дейміз бе, өзімізді алдау дейміз бе? Құран оқытамыз да артына арақ қойып той тойлатып жүретін болдық. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Мынау карантин біткелі той деген қаптап жатыр. Бір тойдан кейін бір той болып, тойдан секіріп жүрсіздер ме? Тойдың болған жақсы ғой. Той қазақтың қазынасы деген бар. Мынау бақ ауысады, ырыс жұқсат дегендей, той жұқсын деп тойға барғанымызды қоймаймыз. Бірақ қазір біз кез келген нәрсені той қылып жібердік. Кішігірім өтетін үйдегі нәрсенің бәрін үлкен той қылып жіберетін болдық. Сол тойдың бірі біздің жиі тойланатын той болып баратыр. Қазір 40 жасқа келген тойлайтындар көбейіп кетті. 40 жасқа келген тойлауға болмайды екен. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға 40 жасына келген кезде пайғамбарлық қонған. Сондықтан 40 жасқа келген адам дос жарандарын, туған туысын шақырып, шын ниетпенен, сауаптың үлкені, көпшілікке тамақ беріп, елдің батасын алып, Құран оқытқан абзал екен. Той тойлатып емес. Енді бізде біреулер бар, Құран оқытамыз дейді да, үйіне дүймел шақырып Құран оқытады. Молдекең тамақ жеп болған кейін қалай Құран оқыды, артынша арақтарын шұбыртып әкеп, дастарханның бәрін арақ қойып, артын ішімдікпенен уластырып той қылып жіберіп жатыр. Бұл қандай Құран оқыту? Мен осыған түсіне алмаймын. Бұл кімді алдау? Нені алдау? Одан да мүлде Құран оқытпай ақ қою керек қой. Одан кейін екінші мәселе, біз пайғамбарлық жасты 63-ке болғанбыз, 40 емес. 63-ке келген тойлайтындар да көбейіп кетті. Бұл кезде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден өткен жасына жеттім. Енді Алла маған тағы да өмір бер деп, ол кезде де Құран оқытуымыз керек екен. Ал біз ше, пайғамбар жасың құтты болсын деп тілек айтып, 63 жасқа келген адам той тойлатып, арақ қойылып, осындай деңгейге жетіп жатырмыз. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз меніңше сауатсыздық, имансыздық деп түсінемін. Енді жаңағы нәрсені қою керек, Құран оқыта салып артынан арақ қойды. Егер арақ қоятын болсаңыз, Құран оқытпай қойыңыз, не қыласыз алдап? Осы мәселеге көп назар аударайық. Пайғамбар жас 63 жас емес, 40 жас екенін бір-бірімізге үгіт насихат қылып жүрейік. 60 жасқа келген адамға пайғамбар жасың құтты болсын деп тілек айтудан аулақ болайық. Біле білсеңіздер, өзіміздің мынау Қожа Ахмет Яссауи бабамыз не істеген? 63 жасқа толғаннан кейін мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан артық қара жер басып жүргім келмейді деп өзіне жертөле жер астынан үй салып алып сол жерде өмір сүрген өлгенше. Бұл дегеніміз не? Ол пайғамбарымызға деген құрмет, иманның күштілігі. Сондықтан осындай нәрселерге мән берейік. Өмірімізде болып жатқан, басымыздағы болып жатқан келеңсіз жағдайлардың барлығы осындай нәрселерге біз салғырт қарағандықтан болып жататынына мән берейік. Өз өмірімізге балта шауып алатынымыз да өзіміздің іс-әрекетімізден болатынына мән берейік. Айтайын дегенім осы, деніміз сау болсын, тойды тойлайық, бірақ Құранмен тойды араластырып жүрмейік. Тойды тойлайық, бірақ ішімдіксіз де той тойлауға болатынын ұмытпайық. Тойды тойлайық, бірақ әр нәрсенің өзінің жөн жоралғысын істегеніміз абзал. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аман болыңыздар.